1917 жылдағы Ресей империясындағы революциялық қозғалыстар. Соғыстың салдарынан елдің шаруашылығы қирады, өндіріс орындары тоқтады, темір жол қатынасы бұзылды, ауыл шаруашылығы күйреді. Бұл дағдарыс жұмысшылар мен шаруалардың үкіметке деген үлкен наразылығын туғызды. Патша үкіметі бұл дағдарыстан шығудың жолын таба алмады. Сөйтіп, елді басқару қабілеті төмен болды. 1917 жылдың басында Ресейде революциялық жаңа толқын көтерілді. Империалистік соғысты азамат соғысына айналдыру ұраны кеңінен насихатталды. Патша үкіметі бұқараның жаппай қарулануына сескене бастады. Революциялық дағдарыстың пісіп жетіліп келе жатқандығы ол аймақтарында сезіле бастады. 1917 жылы 27 ақпанда Ресейдегі ақпан буржуазиялық демократиялық төңкерісі жеңіске жетті. Монархия құлатылып, Романовтар әулеті биліктен кетті. Оны ақпан төңкерісі деп атайды. Осы төңкерісінің нәтижесінде қос үкімет жұмысшылар мен шаруалардың кеңесі және буржуазиялық уақытша үкімет құрылды. Патша үкіметі құлатылғаннан кейін қос үкімет орнады. Бұрынғы патша шенеуніктері, меньшевиктер және буржуазиялық ұлтшылдары басқарған буржуазиялық уақытша үкімет органдарымен қатар, халықтық үкіметтің жаңа органдары жұмысшылар, шаруалар және солдат депутаттарының кеңестері құрылды. 1917 жылғы ақпан төңкерісінің тарихи маңызы патша үкіметінің геноцид саясатын тежеді. Ұлт саясатында бостандықты халықтардың теңдігін қолдайтынын мәлімдеді. Халықтың кейбір демократиялық бостандықтарға қол жетті. Буржуазиялық демократиялық революцияның социалистик революцияға ұласуы үшін алғышарттар дайындады. 1917 жылғы ақпан төңкерісінің кемшіліктері: ұлттық аймақтық өзі билеу құқығын беруден тартынды. Отаршылдық басқару органдарын жоймады. Шаруаларға жер бермеді. Империалистік соғысты жалғастырды.